Анау қазақта мақал бар ғой, қойшының қызын алған еркек семіреді деген. Осы мақалға сүйеніп, қойшының қызын іздеп жүріп таптым. Ақмақпын ғой енді. Сонымен үйлендік, қойшының қызына үйлендім. Беташардан кейін ертеңіне қайын жұрт үй көрсетуге шақырды. Сол барғаннан бір ай жаттық. Жұрттар үйленгенде бал айын өткізеді ғой, медовый месяц. Біз мал айын өткізуден бастадық. Бір ай қайын жұртта болдық. Бірақ қайнатам жақсы адам болып шықты. Күйеу баланың іші пыспасын деп менің қамымды ойлап, қойларға түнгі қарауыл қып қойды. Енем ұрысты, бірақ әй, бейшара күйеу баланың түн ішінде қаңғытып қойларды қаратып қойғаның ұят болады. Күйеу бала жалғызсырайды ғой деді. Қайнатам да түсінді. Бопты, жалғызсырамасын деп, қасыма Ақтөс деген итті қосып берді. Соны қойларға түнгі қарауыл болдым. Үйленгенім кеше азанға дейін Ақтөсті құшақтап жатам, әйелінің көзіне шөп салып. Сөйтсем Ақтөс те сол үйдің күйеу баласы екен. Ұрғаш иттеріне келіп жүріп қалып кеттім деп қояды. Сонымен екі бажа азанға дейін көз ілмейміз. Бажа тауып алғасың ғой. Қойларға қарап жатамыз. Условия керемет енді. Астыңда қойдың құмалағы, жып жылы, жұмсақ, иісі наркоздан күшті тұрады. Үстіңде живой көрпем масалар деген. Жамыласында ұйқыны перезің. Азанда пардан шыққандай боласың. Гаилердің таяғы құсап қақ-қызыл болып жүресің. Енем айтады, күйеу бала ялшақ екен, қолтығына дейін қызарып отырды. Көрмегенді көрдім. Бір күні қызық болды. Қойларды қарауылдап жатқанбыз. Түннің бір ортасында шөл қысса бола ма? Қат жаман шөл дедім. Суымды бажам тауысып қойған. Алдында екеуміз ет жегенбіз. Ой, итпен өмір сүріп жатырмын. Сонымен су ішіп келейін деп үйге қарай түн ішіндегі бастым. Қойларды бажама табыстап үйге келсем, свет тас қараңғы, забор ашық тұр, бірақ түн ішінде ғой, жайлап кірдім, свет жағуға болмайды, аналар оянып кетеді, бүкіл қайын жұрт. Жайлап келдім де қала дейін сипалап келіп үстіне қол сосам, стаканда су тұр екен. Жаным бір түбіне дейін сіміріп алдым. Ішінде бір нәрсе сыңғыр ете қалды, орнына қойдым да шықтым да бажамның қасына қайтып келіп жаттым. Азанда үйге келсем, үйде қырғын, соғыс, қайнатам ашуланып жүр, қайсың болсаң таянбаймын деп. Ойбай, қайнатау не болды десем, мыналардың біреуі түнде протезімнің суын төгіп тастапты деп тұр. 5 минутта қартайып кеттім. Қайнатам жеген тамақтары көз алдымнан пленка болып өтті да. Далаға жүгіріп шығып, лақылдатып құсып атсам, енем келіп, күйеу бала не болды деп, токсикоз дедім. Қайнатам мені көріп жанашып кетті дедім, күйеу бала, түріңнің ұлтарағы шығып кетті ғой, әбден шаршаған сияқтысың, саған демалыс берейінші, бүгін демаласың деді. Ойбай, қайната рахмет дедім. Демалысыңда үйде жата бермей, кішкене көңіл көтеріп қайт деп, Поляға пияздың шөбін тазалауға жіберді. Әйелім бейшара шырата қалып, папа сонда жалғыз өзі бара ма деп сөйтіп, жоқ, жалғыз бармайды, екі қаппен барады да ішіне пияз толтырып келеді деді. Енем жақсы екен қайта. Поляда қарның ашса жейсің ғой деп пакетке 2 тілік нан, 4 штук қант сап берді. Сонда Поляға келдім, сүмірген. Кесем Полядан өңшің ауылдың жас келіндері, жаңадан түскен келіндер, бәрі талдың көлеңкесіне жайғасып алып, әркім өз енесін мақтап отыр. Менен басқа еркек құмырсқа да жоқ Поляда. Сонымен қатындар өсегін айта берсін, мен жұмысыма кірісейін дедім, жұмысымды істейін дедім. Алдында қайнатам айтқан, саған берілген 4 қатар. 4 қатардың шөбін тазалайсың да қайтасың. Байқа әйелдердің алдауына түсіп 27 қатардың шөбін жинап қойма деп. Бірінші қатарыма түсіп алдым. Шөптерді енемнің шашыды елестетіп алдым да ұмтылуға кірістім. Әйелдердің өсегін тыңдаған сайын қызық болып барады. Шаналар отыр ғой келіндер. Осы тыңдаған сайын қызық болып барады. Бір келін айтады, бейшара. Үйде енем, күйеуім үшеуміз тұрамыз. Енем 80-дегі кемпір, күйеуім кешке дейін жұмыста. Енем ми ашып қалған кемпір, кешке дейін 4 мезгіл тамақ беремін, есінен шығып кетеді. Күйеуім жұмыстан келгенде бастайды. Қатының тамақ берген жоқ, кешке дейін аш отырмын, бір үзім нан жеген жоқпын деп. Күйеуім келеді де мені сабайды, не істерін білмей жүрмін, әйелдер айтыңдаршы деп. Бір келін жылап отыр бейшара. Шыдай алмай кеттім, орталарына кіріп бардым. Шу ете қалды, үндеріңді өшіріңдер дедім. Сөйтіп да ана әйелге, сен де саған бір нәрсе айтайын дедім. Не істеуіңе болады? Айтайын ба деп едім. Айтыңызшы деді. Ертең енеңе тамақ бересің ғой дедім. Берем ғой дейді. Сосын дейді, бергенде енең тамақ жеп жатқанда соткаға түсіріп ал дедім. Күйеуім кешке жұмыстан келеді, енең әңгімесін бастай бергенде соткадан көрсете саласың, минутына дейін жазып тұрады дедім. Сөйтіп өлі қалай ойыма келмеген, рахмет сізге де бәрі шапалақ ұрып кетті. Қай жылғы сіз қандай сымбатты жігіт, сіз ақылыңызға көркіңіз жарасқан, біздің байларымызды Құдай ұрған, сіздің әйеліңіз қандай бақытты деп. Күшті. В общем, бір есін жейсем 27-ші қатарда жүрмін. Ары қарай кете беретін әйелдер тоқтатып алды, поля бітті деп. Қарасам қолым күс тілініп кеткен, табаным ойылып ашып барады. Сөйтсе шүлекпен 2-ші қатарда қалады екен. Жалаң аяқ келген. Қарасам күн батып қалыпты, әйелдер қайтып кеткен. Жаңыз өзі жүрмін ғой, түкке қатысы жоқ. Сонымен 2 пакетке пиязды толтырдым да мен де қайттым. Кесем қайын жұрт шай ішіп отыр екен. Осы ысылдап, қайнатам киімін киіп, көйлегін үтіктеп, туфлиін сүртіп бір жаққа дайындалып жүр қайнатам. Қатыннан сұрадым, бұл кісі бір жаққа баратын бет десем, екеуің тойға барасыңдар дейді. Кім екеуміз? Папа екеуің дейді.
десем аха дейді, демалсын бітпеген ба дедім. Қайнатама қарасам, көз алдыма іші арақ толған 50 литрлік фляг елестей береді. Қатынды айтты, өлтірдің ғой дедім. Ешек қып шөп тасудан басқа ештеңе қалмады ғой. Болды ғой, чымоғып біттің ғой деп жатырмын. Күйеу бала көп сөйлемей болды деді. Кеттік, не айтып тұрмыз дедім. Сонымен кетіп баратқанда білгенімде ақ енем айтты. Күйеу бала, қасыңдағы шәремекке арақ ішкізбе, ол ішіп алса сені менімен шатастырады деді. Бармайын дедім, қайнатам қолыма машинаның кілтін ұстатты. Сонымен айтып ішеді ғой явна. Сүмірейіп шықтық. Қалай бармайсың еді қайнатаң дейді, қабағын түйіп тұр. Шықтық. Шоқаны итеріп ресторанға келдік. Сонымен ресторанға кірдік. Қойшы әйтеуір той басталып кетті. Қайнатамның қасында отырмын. Қайнатам арақ ішкен жоқ. Араққа шомылды. Алтыды, жүзді. Баскен секірейін деп баққанда қайната тоқтаңыз дедім. Сөйтсем жаным қойшы дейді. Атып тұрдым. Сөйтіп баққанда бізді тосқа шақырды. Құдай бұйырды. Екеуміз қолтықтасып шықтық. Қыстап жүрмесең құлап қалады. Сонымен тілек бұрышында тұрмыз. Бізге сөз бермей ақ қойса екен деп тұрмын. Қайнатам микрофон сұрап алды. Енді артық сөйлеп қоймаса екен деп тұрмын. Тұрды да жас жұбайлар сендер итсіңдер деді. Адам емес айуан шакалсыңдар. Егер де мәке-шешелерің сыйламасаңдар дей салды. Бәрі ду-күлді де шапалақ ұрды. Мен туфлиімді шешіп қолыма ұстап тұрғанмын, қайтадан киіп алдым. Сонымен қойшы әйтеуір той бітті 12:30-да. Біз де қайттық 5:30-да. Қайнатам анамен ішеді, мынамен итпен, құспен бір кезде ұйықтады. Шоқаға отырғыздым, жатқыздым, итеріп үйге келдім. Бөлмемізге кірдім де ұйқыны бастым. Азанда тұрсам, әйелім телевизордан кешкі жаңалықтарды көріп отыр екен. Далаға шықтым да жуынып шайынып қайтып келсем, қайынжы шай ішіп отыр екен. Шай ішіп береді ше. Басқа түк жоқ сияқты шай ішіп отыр екен. Кірдім да сіздерге бір нәрсе айтсам бола ма дедім. Ойбай айта бер күйеу бала деп қайынжы шу ете қалды. Мен өз үйіме қайта берсем бола ма дедім. Қызым іші дейді, шаруам жоқ дедім. Сөйтіп қайнатам айтты. Дұрыс, қайтсаңдар қайтыңдар. Біраз жат демалдыңдар ғой, күйеу бала ауылмен таныстың. Үй осы жиі-жиі келіп тұрыңдар деді, жағыңыз қарсын дейін дедім. Жақсы дей салды. Сонымен не керек, бейшара кедей жомарт деген бір қойдың етін кесіп, сумкаға салып, батасын беріп, бәріге бетімізден сүйіп, қайнатамды айтса бетімнен сүйін деп жүр. Ойбай қайната қойыңыз дегенсің. Сөйтсем айтады, түріңе қарасам жақын арада келмейтін сияқтысың ғой, сүйе салайын дейді. Мәңіз деген шөл кетті ше. Стакандағы су есіне түсіп кетті. Сонымен не керек? Үйтіп қайттық. Кетіп бараққанда бірақ қайнатам айтты. Е бала, қызымды оқыттым, шоқыттым, өсірдім, енді саған табыстадым. Жақсылап қарап жүр. Уақытылы шөп мен суын беріп тұрасың ғой, дей бермеді, елең басынан көріп шатасына қырып басты. Миы қой болып кеткен ғой. Сен өз қыздың малға теңеп оққан кезде ертең күйеу бала общем басына шығады ғой. Не айттың деп енем мен қайнатам быт-шыт болды. Біз шығып кеттік. 15 үйден асқанша дауыстары шығып аққан қырғын болып. Сонымен не керек? Міндік газельге кеттік қалаға. Бір ай дегенде зорға жеттім үйіме. Қазір ойлап қарасам әшін таза қорлық болған екен ғой. Түсінгенім бір нәрсе, жігіттерге айтайын. Жігіттер, естеріңде болсын. Әкесінің мал дүниесін емес, қызының жан дүниесін сүю керек жігіттер. Сол кезде бақытты боласыңдар. Рахмет.